Әйгілі ресей әртісі Әлішер Моргенштернге былтыр 2024 жылы не болды? Соны бір саралап көрейік. Алдымен мына видеоны қарап шықсаңыз. Как до этого дошло-то нахуй? Я не понимаю, кто ты. Сдирает на куски, нахуй. Изнутри, блядь, какая-то хуйня. Это бесконечная боль, блядь. И она каждый день. Она каждый день со мной. Контракт закончился. Пришло время платить. Или что это? Или что со мной, блядь? Я не узнаю себя, нахуй. Что это за хуйня? Что это, блядь? Кто это, нахуй? Кто ты, блядь? Кто ты, нахуй? Бұл видеолар Әлішердің өзінің жеке парақшасында ашық ресурста жатыр. Сондықтан біреуді сыртынан алалап, саралап, айыптаудың қажеті жоқ. Енді Әлішердің осы бір жағдайын сюцайтельмен саралап көрсек. Әлішер 17 ақпан күні дүниеге келген. Мен де 17 ақпан күні дүниеге келдім. Мен үшін бір күнде туған адамдардың параллельді өмірі қаншалықты ұқсас, не ұқсамас, соны зерттеу өте қызық. Сюцайдан хабарыңыз болса, 17 ақпан күні дүниеге келген адамдар үшін 2024 жыл жеке 9-дық жыл болды. Жеке жыл дейтін личный год. Жалпы адамның өмірі 9 жылдық циклдан тұрады. Соның ең соңғы жылы жеке 9-дық жыл. Бұл жылы, яғни жеке 9-дық жылы, адам сол 9 жыл бойы сүрген өмірінен сабақ алып, тәжірибе жинап, емтихан тапсырады, былайша айтқанда. Осы жылы адамның өмірінен ақша, адамдар, статус, немесе мына нәпсіміздің қорқып жабысып алып жүрген кез келген материалдық және рухани құндылықтар кете бастайды. Себебі келесі жылы, яғни біздің жеке бірлік жылымызды біз жаңа парақшадан бастауымыз керек. Сол тауып жүрген ақшамызды жаңаша өзіміздің ықыласымызбен, махаббатымызбен жасайтын ісіміз арқылы табуымыз керек. Немесе сол өзіміздің дамуымызға керекті жаңа бір адамдармен танысуымыз керек. Себебі бұрынғы адамдар біздің бұрынғы сабақтарымызға байланысты келген. Оларға алғысымызды білдіріп, оп-оңай қоштаса білуіміз керек. Осы біздің жеке 9-дық жылымызда әрі қарай біздің дамуымызға керек емес адамдардан немесе нәрселерден өзіміздің қалауымызбен ажырай білу, ол өнерлердің өнері. Ал бір сол оқиғаларға нәпсіміздің тісімен жармасып алсақ, кеңістік бізді сілкіп тұрып ажыратады. Адамның өміріндегі кез келген жағдай бірнеше факторлардың тоғысу арқылы пайда болады. Әлішердің 2024 жылы психикасында болған жағдай оның жеке 9-дық жылына тікелей байланысты. Яғни бұл бірінші себебі. Видеоның басында айтқандай, бір күнде туған адамдардың параллельді өмірлері қаншалықты бір-біріне ұқсайды немесе ұқсамайды, мен үшін өте қызық. Әлішер екеуміз бір күнде, яғни 17 ақпан күні туғандықтан, мен үшін де былтыр жеке 9-дық жылым болды, яғни мен үшін де былтыр оңай жыл болған жоқ. Мен де бір адамдармен қоштастым, керек емес бір кәсіптердің есігін жаптым. Биыл мен де Әлішер сияқты өмірдің жаңа парақшасын ашып жатырмын. Әлішердің психикасының күрт өзгеруіне түрткі болған екінші себеп, негізінде бұл басты себебі бұрын орын алған, бұл оның қара күштермен, яғни қазақша айтқанда сиқырмен жасаған келісім шарты. Дөңгеленіп Әлішердің жеке 9-шы жылы атып шықты, шиқан құсап. Әлішердің өнерімен таныс болып, оның парақшаларын бақылап жүрсеңіздер, немесе YouTube'дағы кейбір интервью мен подкасттарын көріп жүрсеңіздер, сол қара күштермен жасаған кейбір келісім шарттары туралы ашық айтады. Осындай ауқымды тақырыпты бір видео аясында детальды түрде түсіндіру мүмкін емес. Жалпы мен өзімнің өмірлік тәжірибемде осындай қара күштердің қызметіне жолыққан адамдарды сырттай білемін, және өмірлерінің келесі бір сатысы ондай қызықтырар емес. Себебі сол бір қара күштер ол адамдардың болашақ қара эмоциясымен қоректенеді. Яғни қазір сізге сол керек байлығыңызбен қарым-қатынасыңызды береді, кейіннен басқа бір пайызымен эмоцияларыңыз арқылы алады. Яғни қайғырасыз, жылайсыз,
және тағысын тағы. Осы 2025 жылдың басынан бастап Әлішер рехабта жатыр, яғни емделіп жатыр. Және тағы да айтамын, биыл 2025 жыл Әлішер үшін жеке бірлік жылы. Биылдан бастап Әлішер келесі 9 жылдық циклды бастайды. Мен де сол. Және де биыл Әлішер өзінің бетіндегі татуларды кетіріп жатыр. Маңдайындағы 666 деген мәселе, көзінің астындағы смерть, яғни өлім деген тату, бұның барлығы оның қандай күштермен байланысы болғанын айтпаса да көрсетіп тұр. Бәріміз пенде болғандықтан адамды сыртынан айыптап, қара күйе жаға салу оп-оңай. Ал сол Әлішер сияқты қорықпай өмірді әр қырынан тану екінің бірінің қолынан келмейді. Әлішер Моргенштерн туралы кім не десін, мен үшін ол батыр адам, батыл адам. Өмір атты жарқын ойынды жарқыратып ойнайтын нағыз ойыншы. Бот емес. Я когда-нибудь уйду